Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға осындай песочный печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды және де сахарный пудрамызды салып жақсылап миксерлейміз. Қыздар, майды міндетті түрде бөлме температурасында қолданыңыздар. Сол кезде қатты майды қолданған секілді жан-жағына шашырап кетпейді. Біркелкі болып оңай миксерленетін болады. Осылайша біз сахарный пудра мен майды жақсылап араластырып алдық. Біркелкі етіп, енді бір жұмыртқамызды салып, тағы да кішкене миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан соң сұйық майымызды және де кукурузный крахмалымызды салып, тағы да кішкене ғана, ұзақ араластырмаймыз, қыздар, кішкене араластырып шығамыз. Енді біз құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Онымен разрыхлительді салып, жақсылап араластырамыз және де жаңағы дайын тұрған массамыздың үстіне екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлігін салғаннан соң кішкене уақыт миксерлеп аламыз және де екінші бөлігімізді салғаннан кейін алдымен лопатканың көмегімен, содан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қыздар, бұл қамырды жасап жатқан кезде тезірек жасауға тырысыңыздар, өйткені біздің қамырдың құрамында май болғандықтан ол еруге бейім келеді. Сол үшін де тезірек жұмсақ етіп нәзік қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыздың басы біріккеннен соң, ары қарай илеуге ыңғайлы болу үшін столдың үстіне түсіріп алып, илеп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің қамырымыз осындай өте нәзік, жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Осылайша қамырымызды жасап болғаннан соң бірден қолдана береміз. Қыздар, ешқандай да холодильникке қоюдың қажеті жоқ. Таразының көмегімен өлшеп, осылай барлығын біркелкі етем десеңіз, шариктарды өлшеп жасасаңыздар да болады. Немесе осылай мен сияқты көз мөлшеріңізбен домалақ шариктар жасап шығатын боламыз. Барлығын домалақ етіп жасап алғаннан соң, қыздар, неке мына жерде қараңыздар. Столдың үстіне кішкене осылайынан қолыңызбен жасап, сопақша форма жасап алатын боламыз. Барлығын осылайынан сопақша етіп жасап шығамыз. Құрметті көрермен, менің каналым сіздерге ұнап жатса және де пайдалы болып жатырса, каналымды жоғалтып алмас үшін және де каналымның дамуына үлесіңізді қосып, лайк басып, өзіңіздің пікірлеріңізді қалдырып, және де тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Жаңағы шариктарымыздың барлығын осылайша сопақша формаға келтіріп аламыз және де осылардың үстінің бәрін видеода көрсетілгендей вилкамен басып шығатын боламыз. Дайын болған печеньеларымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, әркімнің пешінің қызуы әртүрлі, сондықтан
печеньенің қызарғанын қарап отырасыздар. Мінекей қыздар, біздің печеньеларымыз пісіп шықты. Дайын болған печеньеларымызды міндетті түрде бөлме температурасында суытып аламыз. Және де қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Бетіне сахарный пудра сеуіп немесе вареный сгущенка жағып қойсаңыздар да болады. Мен мына жерде шоколадты ерітіп осылайша жағып шықтым. Және де бетіне сәндік үшін балаларға ұсынғанға осылайша неше түрлі дәмді посыпкаларды сеуіп қойдым. Печеньеларымның жартысын осылайша шоколадқа батырып, кішкене шоколадты қатқанша холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Және де қалған бөлігіне осылайша сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар да әдемі болады. Мінекей қыздар, біздің печеньеларымыз өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Қатты болып қатып қалмайды, песочный болып жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және де балаларыңызға өте қатты ұнайтыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналымды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар.